Бұрындары қуырдақты неге бұлай жасап көрмегенмін деп таңғалдым. Өте ерекше дәмді болып шығады екен. Алдымен қызып тұрған майымызға көкөністерімізді салып, жақсылап 5 минут көлемінде қуырамыз. Одан кейін тұз саламыз. Чунгустамның арнайы дәмдеуішінен осылай шамалы қосып жібердім. Дәмдеуішті жоғарыда көрсетілген номерге хабарласып тапсырыс берсеңіздер болады. Халал сертификатталған. Одан кейін картошкамызды салып, жақсылап араластырып, газдың баяу отында картошкамыз толықтай піскенше қалдырамыз. Келесі кезекте бізге тартылған ет қажет болады. Оның үстіне тұз, қара бұрыш және де пияз салып, жақсылап араластырамыз және де дәл видеодағыдай дөңгелек, яғни шарикке жасап дайындап аламыз. Келесі кезекте табамызға май құйып, майымыз әбден қызғаннан соң, осы етімізді салып, екі жағын қызартып қуырып аламыз. Ешқандай үгітіліп, формасы бұзылмайды қыздар, уайымдамаңыздар. Одан кейін қызанағымызды блендерден өткізіп, тұз қосып, жақсылап араластырып, етіміз толықтай піскенше қалдырамыз. Осымен біздің тағамымыз дайын қыздар. Дәмі өте дәмді болып шығады екен.